Қандай платформада телефонмен топқа бөлуге болады? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, студенттер, оқушылар. Бүгін мен сіздерге бұны компьютермен жұмыстануға болады, бірақ телефон арқылы қалай топқа бөлуге болатындығын көрсеткім келеді. Енді қазір бізде білесіздер, платформалар өте көп, бірақ дәл осы платформа өте қызықты, дауыстық эффекттері бар. Сол үшін мен дәл осы платформаны сіздерге көрсеткім келіп тұр. Сайтын көрдіңіздер, classtools.net. Төменге сайттың сілтемесін қалдырамын. Осымен сіз ноутбук арқылы да, телефон арқылы да кіре аласыздар. Ең әуелі осылай регистрация жасап, ешқандай регистрация жасауды қажет етпейді. Осылай сіздер кіресіздер. Одан кейін мына жерде мен жазып жатырмын, ClassTools деп. Бірінші бетіне осылай кірген кезде бізде төменге түскен кезде міне жерде міне рандом групп генератор дегенді басамыз. Рекламалар енді өте көп, оған мән бермейміз. Міне үлгі тұр мына жерде my class деген тұр, оны менің сыныбым деп өзгертуге болады. Мен қазір міне өзгертіп қойдым. Енді қараңыздар, бұл бізде қараңыздар, шрифт қандай әдемі. Бұл бізде телефон арқылы жасалып тұр. Тағы да қайталап өтем, компьютер арқылы да жасауға болады. Енді осылай сыныптағы барлық оқушылардың аты жөнін осылай жазып шығамыз. Мен мысал ретінде адам есімдерін жазып жатырмын. Басқа генераторға қарағанда, басқа платформаларға қарағанда мен үшін әдемі көрінді. Сіздерге қалай білмеймін. Ойларыңызды жазып кетіңіздер, жалпы сіздерге бұндай түрлі түсті платформалар ұнайды ма? Себебі бұндай түстер оқушылардың назарын бірден аударады өзіне. Мен сол үшін осындай тиімді деп ойлаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Міне мен атын жазып шықтым шамамен. Енді мына жерге топ қанша болу керек? Мысалы 5 ме, әлде 6 ме? Солай біз жақындатамыз және go-ды басамыз. Қараңыздаршы, басқан кезде де осындай ерекше болып бөлінеді. Осындай оқушылардың назарын негізі аудартады. Міне 3 топқа бөлдім дедім. Осылай go-ды басқан кезде қайта-қайта ауыстырып, оқушылардың қандай топта болатындығын шығарып береді. Мен бұны сабақта қолданып көрдім, оқушыларға қатты ұнады, сондықтан сіздерге де ұсынуды жөн көрдім. Сіздерге бұл видеом пайдалы болды деген ойдамын. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.